алғашқы жұп ақындарымызды сахна төріне шақырайық. Баянауылдың төрінен келген арқалы ақын Аспанбек Шұғатай. Аспанбекпен айтысатын сыр бойынан келген саңғылақ ақын Мейірбек Сұлтанхан. Алқалы әлеумет. Тақырып ашылу үшін әрбір жұпқа арнайы тақырыптар берілген. Ауыл қазақтың алтын бесігі, алтын ұясы. Қазақты сақтау үшін ең әуелі ауылды сақтауымыз керек. Сондықтан да Мейірбек пен Аспанбектің тақырыбы ауылым алтын бесігім деп аталады. О биіктен баба қыран айқайы барлағандай, жанында жас түлектер самғағандай, жүрегі 100 жыл бойы жырдеп соққан атамыз ақ батасын арнағандай. Атам бастап 4 ақын қатар қостап біздерге айтар тақырып қалмағандар. Шаруаға енді біздер кірісейік шапқанда артымыздан шаңғалардай. Нар жамбыл бастап берген айтысыңды Нартай мен Иса шығып жалғағандай. Қасым ата сәлделі шыңдайсыз ғой, қазына қар өлеңге шынбайсыз ғой. Майданды көрген батыр болғаннан соң бейбіт күннің сынына сынбайсыз ғой. Не дейміз, Құдай сізге қуат берсін, тілегін балалардың тыңдайсыз ғой. Ғасыр жаса деушедік, қария көрсек, ондай тілек бұл жерде шын жайсыз ғой. Бір ғасырдың куәсі болған жанға 100 жасаңыз дегенде ыңғайсыз ғой. Жамбылдың жасын артқа тастадыңыз, әлі күн тартып қойған сымдайсыз ғой. Алла жазса шаршамай кем дегенде, әлі де ұзақ жылдар жырғайсыз ғой. Бұхараның алдында ей бұхар болып, 113-ке келгенше жырлайсыз ғой. Оу, жинап ап, қыс түскенше, оу, қырдың шөбін, жел тоқсанда басталар қырғын соғым. Астанада жыл сайын осы кезде ақындар маздатады жырдың шоғын. Ей, алтын биыл кімнің бағын ашып қайнатады екенсің кімнің сорын. Алтын деп басқа тұрмай ал ақындар, айтайық тілім тілдің сорын. Санасыздар қорлаған салт дәстүрмен дүмше молда қайнатқан діннің сорын. Кредитке шырмалған әкеменен құмардың құлы болған ұлдың сорын. Халықты қар өлеңге қандырайық, құйған нөсер басқандай құмның шөлін. Айтыс түнде бітерін біліп келіп, таксиге сақтап тұрған пұлдың соңын. Төл өнерге төр берген ел аман ба, шетелдің шетке сырып мың бір шоуын. Айлықсыз өткізсе де оу айдың соңын. Айтыссыз өткізбейтін жылдың соңын. Ей, ассалау, мағалейкум, оу, үкіл аспан. Қалмайтын той садақа бүкіл астан. Бүгінгінің серісі сен боп тұрсың, бір жансал болмасаң да бітім асқан. Қырандай қасыңызға жайғасайын, құзғындай көзіңізді шұқымастан. Сен баянтау болғанда мен сырелі, артық не бар ел берген ақыластан. Аузымызды көпіртіп мақтай бермей, ауылдарды жырлайық құты қашқан. Сен едің Аспанбектей автоматым айғай қосып айтатын ақпаратын. Қызметің құтты болсын деп айтайын, қасыма досым кепті мақтанатын.
Ақындар одағының Павлодарда филиалын басқаратын Атпал ақын. Кеңес құрар кеңсесін облыстық кітапхана ішінен тапқан ақын. Атамыздан кейінгі сен боп тұрсың, есімі ел ішінде жатталатын. Бар шаруаны кітапхана ішіндегі офисында отырып атқаратын. Ал енді үйіндегі келіншегі арманының қақтырған ақ қанатын. Облыста мәдениеттің басшысы еді, шарасы дұрыс өтсе шаттанатын. Қолдауын аямай жүр құртқа сұлу, Қобландының бергендей баптабатын. Аспанбек айтыстарға барған сайын басыңа жігітсің ғой бақ қонатын. Қатынас қағаздағы жолшығыны әйелінің қолымен хатталатын. Фаризаға мұң шаққан мұқан құсап, Замираға бар сырын ақтаратын. Жеке батыр қалайсың ей, жекпе-жекке жеңгемнің бұйрығымен аттанатын. Жап! Оу, Аспанбек, Шұғатайдай, оу, мына мықты жазушы боламын деп қуаныпты. Кітапты айтыс қылып бітіргесін, айтысын кітап қылып шығарыпты. Одан соң Мәшекеңе аудио кітап шығарып, қуантпаппен бұғалықты. Мәшһүр деп баласына атын қойып, балам сондай болсын деп дұға қыпты. Келесі ұлдың атын Қаныш қоям дегеніңді ағайын құбалыпты. Қаныш деп кітап шықты, ал баладан не хабар бар, қуантар мына жұртты. Көздегенің жүрмекен жүзеге аспай, құлағынан атқандай Трампты. Не керек 2 жылда 6 кітап жазып тастап ұрпаққа мұра қыпты. Том-томдап кітап жазу қазір саған толтырғаннан оңаяу бұланыкты. Әлемменен бесікті қос қолымен тербеген ана деушек сірәм мықты. Асаба ақын жырау һәм жазушы, тыңдайық Аспанбектей дүр алыпты. Бір қолы бұрқыратып ей кітап жазып, бір қолымен басқарған құдалықтау. Қаныңды теспей сорар сүйірлеп тіл, Қаныш қашан туат деп Мейірбек тұр. Мәшһүріміз 1 жасқа енді келді, әйтпесе 10 балаға күйім кеп тұр. Қазақ санын көбейту керек бізге, өмір мәні сәбиді сүю деп біл. Бұйырса келес ұлдың бұл Аспанбек, есімін Қаныш Сәтбай дейін деп тұр. Мен бірақ оны менен тоқтамаймын, одан соң Әлкей Шапық Зейінбек тұр. Әрі қарай Жүсіпбек Сұлтан Махмұд, Әлихан Ахмет пен Бейімбет тұр. Арыстардың барлығын тудыруға 2-3 әйел алмасақ қиын боп тұр. Ол рас төраға боп тақталғанбыз, ертіс баянның жүгін артқан нармыз. Маңдайға бақ, таңдайға өлең берген, Аллаға жарасады мақтау жалғыз. 2 жылда шығарсақ 6 кітап, бұқарлар туып өскен қарттауданбыз. Атаңызды білмеймін біз өзіміз, әу бастан кітапханада жатқандарымыз. Шабыт барда жаза бер дебет жүкең, бұйырса келесісі ақпан наурыз. Жеңгемнің бұйрығымен аттандың деп, неліктен қабағыңа қатқан қармыз.
апанына тығылып жата алмайды, арланның жүрген жері шатқал жарғыз. Сұлтан Махмұд атамыз жырлағандай, ұранға алаш деген атталғанбыз. Сондықтан да Мейірбек қателеспе, сарқыт едік кешегі сақтардан біз. Жұбайдың бұйрығымен емес біздер, Құдайдың бұйрығымен аттанғанбыз. Үкімді айтып несіне шу қыласың, өлсе де мойындамас қу күнәсін. Не дейді ел арнаның журналисті, бетіне жағып алып пудырасын. Ел басына күн туса атқа мініп, өкілі ақ найзаны туғыласың. Кешегі серілердің жалғас едім, несіне сау адамды қудырасың. Сарыарқаның қазағы аман болса, талай ақан бір жәнді тудырасың. Кеп тұрмын соңға әулие жатқан жерден, мәшһүрдің киіп алып дулығасын. Іздеген шыққан кезде тілегенмен, бір қызыққа батадау бұгөрермен. Қасым атам бәріңе бата берді, айналдым қасиетті бұл өнерден. Жаңағы 4 баланы көрдіңіздер, тоқтай алмай қалды ғой өдегеннен. Үкісі бар өзіме ұқсайды екен, әлі талай таяқ жейді бұл өлеңнен. Бүгінгі айтыс ерекше басталуда, ендеше шомылдырам нұр өлеңмен. Астананың қазағы жасай берсін, театрға сыймаса да кіре берген. Залға кіріп келгенде жүрсін Ерман, Абылайды көргендей түрі келген. Ескен желмен шырқайды ескелдәнін, ей дүние пенденің ескер жанын. Бұхардың ауылынан алып келдім, кешегі Абылайдың ескі арманын. Жүсіпбектің оянған қаламымен, Алаштың жанарынан өшкен жалын. Ермұхандар сотталып кетпеп беді, қазақтың қайтарам деп көшкен бағын. Шаниннің шаңырағында өскен ұлым, театрдың тізеден кешкен қанын. Шәкенді ұмытпаған шығарсыңдар, кіндігін періштелер кескен дарын. Амансың ба қазақтың астанасы, Ұлытау рухың еді көк шаруағың. Сіздерге Баян ауыл сәлем айтты, туылған 90 батыр 80 ғалым. Қалайсың Сұлтан ханның Мейірбегі, тоқпақ жал торайғырдай үйірдегі. Тәуелсіздіктің алдын орап тұрған, жасыл шырша секілді киінгені. Жасыл доллар секілді кеуде қағып, теңге түгіл көрмей тұр тиын мені. Аспанбектің санамай балаларын, келмен алсайшы үйіңдегі. Сағанда алпамыстай бір ұл берсін, алшысынан түсетін иіргені. Жаутаң қарайсың екі көзің, ашқозының толғандай бүйірлері. Даланың еркін жортқан арланына, қырғидың қауіптемес түйілгені. Бауыр боп ашылатын алақанның, қиын ғой жұдырық боп түйілгені. Сенімен айтысатын ақындардың, сүйінгеннен көп дейді күйінгені. Балғынбектің өзінің басын мүжіп, Зайытыптың өзінің миын жеді.
бірақ та мен бәрібір қорықпаймын, Еменнің сынғаны ғой иілгені. Қызылтау орнынан қозғалмайды, Қызылорданың соқса да құйын желі. Ал кәне тағы да бір шайқасайық, іздегенің осындай жиын беді. Нұр Сұлтанның өзінен құтылғанда, Сұлтан ханның баласы қиын беді. Атыркөр Аспанбегім атағынан қат сөйлеп дейсің бе қапағылам, үкілі бал өзіме ұқсайт дейсің. Таныдың ау бөрікпен шапанынан, соңғы балан өсердей інімеді кеп тұрған Қызылорданың шақарынан. Көрдің ғой біздің жақтың ақындарын, шапан емес танисың мақамынан. Үш әйелмен шаруам тез демексің, арыстарды көбейтем лезде депсің. Осы залда отырған жеңешемнің көңіліне келетін сөз демепсің. Көзіне тік қарамай байқап тұрмын, сахнаның сыртына безгел өтсің. Айғайламай алады алатындар, сен онда емессің ғой, өзгерексің. Жүкеңдей бір әйелге адал жар бол, ақыры Ермановты жезделепсің. Әбіржіп жүдек кеткен қайран досым, әліңе қарап алмай нездемексің. Пенсияға шығарса түрге қарап документ жинай берер кезге кепсің. Бір әйелмен осылай бітіп жүріп, үшеуін қайшамаңмен көздеп отсың. Күйеуің адал болса аңдымайсың, әйелің пысық болса қалғымайсың. Ақ жеңге орныңнан бір тұрып қойшы. Сен аспанмен жарасқан жалғыз айсың. Аспанау айғадырын түсінбесең, аспаннан аяғыңмен салбырайсың. Ақылды әйел бар кезде асқақтайсың, ақылдысың сау кезде алжымайсың. Кітап бар, кешіңіз бар, шапаның бар, білмедім ұмытылып қалды қайсың. Сен үшін бар шаруаңды реттеп жүр ғой, ол барда шауып түсер шалғыдайсың. Сөйткен жеңгем ренжісе егер қатты, сен қиналмай игерер қаржыдайсың. Үйге барып үндемей қоя салат, сөйлесіп жатуға да арзымайсың. Замира, замира деп содан кейін пердесіп асан құсап әңгұрайсың. Мамасау дәу балаңды кешірші деп қос балаңды қолыңа абжылайсың. Одан соң жұмысына іздеп барып қабылдау бөлмесінде қанжылайсың. Кабинеттің алдында мойның созып, пеш түбінде мысықтай маужырайсың. Кездесіп бір сөйлесу бұлай тұрсын, кезегіңді күтумен қалжырайсың. Заманы жүріп тұрған ей Замираның, замдарына кіре алмай зар жылайсың. Шап! Өйде! Оу, доллар сәл көтерілсе, оу, теңге құлайды. Мейірбекпен шықса аспан жерге құлайды. Менімен шыққан сайын бұл Аспанбек фамилияма қатысты терме құрайды. Еу, қазақтың сұлтандарын айтам десең, тарау-тарау тарихты меңгеріп айт. Тағын тастап бейбарыс туған жерге жусан исін сағынып келгенін айт. Керей Жәнібек бастаған хан сұлтандар керегесін қазақтың кергенін айт. Кенесары сұлтанның кескілесіп шегірдің бекінісін жеңгенін айт. Еу, аға сұлтан атақты Ұлытауда айталсаң Сандыбайдың ерденін айт. Отарлаушы жүйеге бағынса да отанға көмек берген жерлерін айт. Аға сұлтан атақты Құнанбайдың кіндігінен ұлабай өргенін айт. Сырт көзге дұшпан болып көрінгенмен хан кенеге қолдауын бергенін айт.
Аға сұлтан өзіңнің шоң бабаңның қарадан хан боп төрге енгенін айт. Бергіні айтам десең Алаш үшін Сұлтанбек Қожановтың еңбегін айт. Сұлтан Махмұд атаңның Томскіде Әлімхан Ермековке ергенін айт. Нұр Сұлтан Сұлтан хан деп ұйқастырмай, қазақтың өскенін айт, өңгенін айт. Ұртына у жасырған ей сұлтан емес, ұлтына ұлтан болған ерлерін айт. Еу ауылда жайылымға оу жер жетпейді, шабындық жоқ малына жем жетпейді. Ауылдың қасиетін танып білмей, ұл-қызың ұлтын сүйіп ер жетпейді. Солтүстік Қазақстан облысы биыл мұндай шешімге келмек дейді. 45 ауыл жатыр жабылғалы, енді мұған жасайтын ем жоқ дейді. Сол жерді қандастармен толтырсақ қой, келешегі халқымның кері кетпейді. Үш кемпіріп айтқан бір сөз бар еді, 300-дің баласына сол жетпейді. 5000 қазақ шықса елім дейтін, әр ауыл кетер еді өрлеп дейді. Біздің елде шіреген байлар көп қой, жағдайды неге солар жөндетпейді. Ауылдың халқын ауыз су жетпесе, олардың танауына дем жетпейді. Кішкене халыққа да қарассаңдар, жегендерің аз беді, нең жетпейді. Ауылды алтын бесік деп айтамыз, онда неге көңілден шер кетпейді. Астананың қабағы түзу болса, ауылдан ауып көшіп ел кетпейді. Манежде өскен мырзалар, ей ойланыңдар, қазақта бос бесікті тербетпейді. Еу шамаңды келтірместен оу шалқаюға, тізгінін Аспанбектің тартайын ба. Сен тұрсаң Баянтаудың басын шалып, Керекуді кең шарлап қайтайын ба. Сіз жақта кен қазатын кен орнында орын алған сұмдықты айтайын ба. Жыл басында қайғысы қанжылатқан алапат апат болды майқайыңда. Жер ойылып автобус құлағанын естіді Атырау мен Алтайыңда. 4 жұмыскер із-түзсіз жоқ боп кетті, басымденді басқаға шайқайым ба. Мәйетін күйеуінің іздеп жүрген естідік әйелдердің айқайында. Майқайыңның еленді есі шығып, уақыт емес уайымнан қартаюда. Өскенде бөгенбайсың, қабанбайсың, өзіңді жыраумын деп хабарлайсың. Алысты шолғаныңмен аяғыңның астына қарамайтын адамдайсың. Оу, 7 айда автобусты әзер тапты, мән-жайды осыдан ақ бағамдайсың. Дәл шахтаның жанында 100-ге жуық ескүйлер тұрғанына алаңдайсың. Еу, сол 100 үй опырылып құлас ертең, 100 жыл іздеп бір хабар ала алмайсың. Бейетіне бір белгі қаға алмайсың, бір уыс топырақта сала алмайсың. Алтын іздеп отырған майқайыңның халқын іздеп жер сипап қалардайсың. Сол кезде яттан жерге кірмек түгіл, жерден шығар саңылау таба алмайсың. Аспанбек бір нәрсені түсініңдер, теңгелет деп тепсінбей маған қайсың. Байлық үшін бауырдан бас тартсаңдар, ажалдың апанында арандайсың. Алтынды сауыт қылып ей жерлесеңде, адамға кебін қылып жаба алмайсың. Жаңа Қазақстан дейтін жаңа көктем, ақпанның ақборанын ала кеткен. Мейірбек майқайыннан сөз бастадың, қосым Пішембаевтай бабам өткен. Автобус жер астына кіріп кетіп, ей дүние көбейді саған өкпем. Оған себеп алтынын қазып алып,
жұмыр жердің жүрегін жарал еткен. Бір семьяның қарынын тойдырам деп, бүкіл қазақ даласын талақ еткен. Майқайым мен Теміртау ол да солай, шахталары жарылып завал еткен. Қаланың астын түгел қазып алған, қауіптің үлкені сол алаң еткен. Машкевич Митталдар байып шықты, қара қазақ таяқ жеп қара беттен. Сен оған мені неге кінәлайсың, ередім ақиқатты жалау еткен. Қара жерге кіргені автобустың, қашқандардың кесірі самолетпен. Аналардың тұрсегер әлді яман, мәңгі жасар қаған сөз алды яран. Мейірбек сұлтандарды жақсы айттыңыз, тарихтан тәліммен тәрбие алам. Қағбаға қошқар мүйіз ою салған, бар мекен бейбарыстай әулие адам. Осы қазақ жолында мына менде Кенесары атамдай жаңғи алам. Әлі де қазағымның даласында сұлтан болар жігіттер бар дей алам. Сол сұлтанның қаншасы базарда жүр, 30 жыл ойнақ салып хан би арам. Сол сұлтанның қаншасы таксист болып жүр, оқып келген ақш пен Англиядан. Белінде 5 қаруы болмаса да, 5 кредитін көргенде мәңгі алам. Сұлтан болар жігіттің қаншамасын сектанттар кеп құрытты Саудиядан. Нағыз сұлтан жігіттер ауылда жүр, қыран-құстай түлейтін қарлыядан. Бәрінен ең жаманы осы боп тұр, оғын жаудырмаса да жауғиядан. Шабытпен ел қорғаймын деп жүргендер, табытпен қайтып жатыр армиядан. Мейірбек жеңешесін мақтай кірген, сүйген жардың сенімін ақтай білгем. Жер бетін 7 айналып шықсам дағы, жеңгеңнен артық жанды таппаймын мен. Әйелімді орнынан тұрғыздың ғой, оған бола қалай кек сақтаймын мен. Күйеу жолдасым едің тойымдағы, ендеше бетіңізден қақпаймын мен. Менің жарым жазылған маңдайыма, мәңгілік ортақ еді бақ қайғым мен. Замдарына кіре алмай қаласың деп, шатастырып отырсың ләппәйгім мен. Құдай берген өнердің арқасында қорық болай қор болып жатпаймын мен. Мен кешегі Бұхардың ұрпағымын, Абылайдың есігін қақпай кірген. Дүниенің қызығы далада деп, өмір сүрген бір Алла тағала деп. Ауыл деген бір ел бар бұл қазақта, бәріміз сол бесіктен тараған ек. Егесі көшіп кетіп шаңырақтың кемесі тұрып қалған жағаға кеп, сыртқы жүнін қампайтып астанаға, кәрі қасқыр жарасын жара бәлек. Бір кезде тауға симай жататұғын, ауылдың бар байлығы қарамал ет. Оның өзін бағатын жер табылмай, атың жоқ, итің де кеп шанаға жек. Үйткені жердің бәрі байлардікі, ескі қазақтан қалған жаман әдет. Бауырым, кішкене тұра тұрсайшы. Мынауың Елорданың ақыны ма, жоқ әлде ел арнаның ақыны ма? Өткенде сол арнада болған жағдай, қазақтың симай қойды ақылына.
Қыз жігіттері дейтұғын бағдарлама, жын ойнақты жиып ап шатырына, арнайы бір бағдарлама дайындапты Бауыржан Момышұлы батырыма. Тұрсынбектің әйелі басты рөлде, шоу-бизнесті сабалған тақымына, басын кесіп алып тастап Бауыржанның, ол өз басын қоюға қақылыма. Сол жайды әлеуметтік желіден бәрі көрді. Сөз айтшы татитындай татымыңа, батырлардың басымен ойнайтығын жоқ әлде замананың ақырыма. Осыны ортасынан тоқтатар ең, ұқсасаң сырым батыр датұлына. Әлде пиар іздеген сол әйелге әртіс күйеудің берген ақылыма. Ксроны дірілдеткен ер Бауыржан, қор болдау Қабатовтың қатынына. Әңгімем Тұрсынбек Қабат дерсің, байқаймын қателессем сауап дерсің. Жақсы әйел ердің басын төрге сүйрейді, сағанда бұл оқиға сабақ болсын. Аспанбек Тұрсынбек бар, бұдан кейін әркім өз әйеліне жауап берсін. Тиктокта тарап кеткен видеоны айттың, ел арнаның тірлігі ағат дерсің. Бәріне Мейірбекті кінәлі қып, мен айыпкер, ал өзің талапкерсің. Ол хабарды эфирден жібермедік, сенбегендер архивтен қарап көрсін. О, ер Бауыржан жігерін еткен жасын, сол ерлікпен жанарыдан кепкен жасым. Момышұлы деп өзін айтқызған ақ көтеріп тұрмап беді көптен бәсін. Майданда маршылдармен қатар жүріп, шен көздеп қатырмаған шекпен басын. Тіке сөйлеп тік жүрген батыр еттеп, қадіріне қайсеніп жеткен қасым. Ендеше Мейірбекті кінәлі қып, кеудеңе Аспанбек жан кек толмасын. Менге салат деп бедің ер Бәукеңнің, Сталинге иілмей кеткен басын. Бақадыр үлгі алған соң бабалардан, ерлігі ер Бәукеңнің дараланған. Өмірде үш нәрседен қорқам деген батырдың бір сөзінен сабақ алғам. Бірінші қорқам депті осы күні бесік жырын білмейтін аналардан. Екінші қорқам депті немереге ертегі айта алмайтын кәр адамнан. Үшінші қорқам депті салт дәстүрін сыйламайтын санасыз балалардан. Қалың жаудан қаймықпас қайран ердің жүрек өстіп жұрт ойлап жараланған. Ел арна деп сынадың жаңа мені, атау оның агенттік хабар еді. Сол хабардың Бауыржан батырға арнап жасаған жұмысына қара бері. Іздеген жан он шақты батыр жайлы деректі фильмдерді табар еді. Ол аздай Бәукең жайлы сериалды да түсірген тұңғыш осы канал еді. О, 100-ге толған Сағадат Рахымжанда ерлерге фильм шықты тақ әдемі. Әр канал міне осылай батырларын дәріптесе жұлдызың жанар еді. Батырлар жырын жаттап өскен кесе бабалардың ерлігі санад еді. Осылай эфирден біз көрсет алсақ, бойдағы қорқынышың тарар еді. Тиктокпен өсіп жатқан бүгінгі ұрпақ батырға сонда назар салар еді. Человек-паук болам деп жүргендер шеп бұзған бабасына қарар еді. Ер тарғынды білмейтін жастарыңның есінде ер Бауыржан қалар еді. О, Парижге елеңдеген өтті күндер, жетістікті саралар жетті күндер. Қазаққа жалғыз алтын медаль сыйлап көтерді елдос дейтін көк туыңдер.
Біз алтынға қуанып жатқан кезде чемпион үшін уайым шектігімдер. Елдос тұрған көшені асфальттап, әкімдік әдемі ғып екті гүлдер. Елдосы бастаманы орта жолдан тастамай тағы сапар шектіріңдер. Елдос деген елге ортақ ұл емес пе, Алаштың әр аймағы тек толымдер. Үкіметке айтатын үндеуім сол, қарапайым ел қамын жеп біліңдер. Қараусыз қаншама ауыл қаңырап тұр, сол жақада асфальт төктіріңдер. Қазақтың әр ауыл, әр көшесінің көз жасын көмек беріп кептіріңдер. Елдостың тұрған жері болмаса да, Елдостың туған елі деп біліңдер. Жүрегі ақындарымыз жырмен сыңар, сөзіме билік құлақ түрген шығар. Ауыз сумен жарық жоқ, ауылдар бар, тұралаған тұрмысы мұңмен сыңар. Спорттық үйірмелер атымен жоқ, сон ойласам ашшызар тілден шығар. Жарайды, енді күлкі болмайтын жол іздейік, жарайды өткен жолы күлген шығар. Аймағыңды қазірден көтермесең, байрағыңды көтеріп кімдер шығар. Кім білет, біз айтқан сол ауылдардан дүниені сілкінтер дүрлер шығар. Асфальты жоқ көшеде асыр салып, болашақ сметіптер жүрген шығар. Ауылдың сақталғанмен ынтымағы, ауыр бейнет кешіп жүр жұртым әлі. Жәрменкеге апарып мәз болады, ет көтсе қоймен сиыр жылқылары. Ет комбинат керек деп ауылдарға шаруалар неше мәрте шырқырады. Ауылға министрлік берген уәде ауыздан шыққан күні ұмтылады. Мал еті Аргентина, Уругвайдан келеді, ал осыған кім кінәлі? Ол аздай тер өңдейтін зауытта жоқ, текке тұрып бекерге құртылады. Үстіге кигеніміз түріктердің жылуы жоқ, дерментин жылтырағы. Ол аздай жүн алатын орында жоқ, қоқыста қойдың жүні бұрқырады. Қытайдан келген етік белгілі ғой, тігісі кимей жатып жыртылады. Киімнің өндірісін жолға қойсақ, шекеңнің сол болар ет шылқығаны. Міне осы мәселелер реттелсе, біздің ел биіктерге ұмтылады. Ауылдың өнімдері бренд болып, ертеңің ертегідей құлпырады. Экспомен шықпаған атағыңды экспортпен шығарар күн туады ой. Оу, аттандап аяғымен төр бұлғаған. Ордаға дұшпан келсе оңдырмаған. Абылайдың есігін қақпай кірер, атаңмен бірге кетті ол бір заман. Аспан жырау аман бол, қашып кеткен аспандағы ұшаққа қол бұлғаған. Бабаңның айтқан 11 тілегіндей шежіреңнен тарасын 11 балаң. Еңбегіңде тұзыңды сор қылмаған, кеніңді келімсекке қор қылмаған. Қазақтың қазынасын түгендесін, қаныш деп атын қояр сол бір балаң. Ал өзің 100-ге дейін 100 кітап жаз, одақтағы отырып орныңдаман. Сен үшін Ақбеттаумен әлем биік, сен үшін Жасыбаймен мөлдір қалам. Жаяу Мұса бабаңдай атың шықсын, аттылымен алысып болдырмаған. Оу, Аспанбек пен Мейірбек қатар шықса жарамас, қос балаңа қолдырмаған. Ерлан аға, сізге бір өтініш бар, ағайынның тілегі ол мыңдаған. Айтысқа да ашылсын бір театр, тезірек жетейікші сол күнге аман. Айтыс сүйер ағайын сен аман бол, ақыным босағада қондырмаған. Арқаның сақылдаған аязына, ыпыстық ықыласымен тоңдырмаған ай. Ау, сенің де 100 жыл соқсын бөрігеуден, сақтасын көкірегі өлілерден. Бұқар атамның 11 тілегіндей, 11 бала тіледің төрім өрген. Қаныштай бір баланы тілеп жүрмін, өріліп жүретұғын өмір елмен.
Сен де айтысқа осылай қосыла бер, шиелі қасиетті қоңыр елден, сағанда шахмардандай бір ұл берсін, менің қаныш атамның соңын ерген ай. Жетімін жылатпаған жесірімен, мен ауыл Тасқаланы кешіріп ем. Ол рас талай ауыл тоз боп кетті, жемқорлық жағымпаздық кеші кесірінен. Ауылға қайта көңіл бөлсек рас, сметіптер шығады бесігінен. Әйтпесе ауылдағы жұртым қайтсын, тірідей айырылатын несібінен. Олардың мұңын ешкім тыңдамайды, ешкім де келіспейді шешімімен. Ақиқат алтын етік кигенімен, ақимат кіргізбей тұр есігінен ай. Бұқардың 11 тілегі, ол жайлы айтар сөз басқа. Бабамша сөйлеп көрейін, мына отқан ағайын шапалағын бір маздатса. 300-ді отқа айдаған, шетелде отырып шайнаған азғындар қеріп аз басқа. 4 күл дүниеде ұлғызым, төрді бермей ешкімге Тұранның отын маздатса. Қабыл болмай 5 намаз, қыстың малын жазбақса. Алталаштың діңгегі, алтыннан болып ілмегі, ауылдағы жұрт газ жақса. Жетімнің жасы аралас, жемқорлар жұтып аранаш, сырт жаққа кеткен аз бақша. Солардың бәрі оралып, қайғыға қазақ аз батса. 8 қиыр шартарап, қазақ келіктеп қаз басса. 9 мамырдай жеңіс күні көп болып, қайғыға жұртым аз батса. 10 ұлы боп әр қазақтың, от сөніп тозақтың, бектер туылып әз қасқа. Жақсылық бола қоймайды, тәж сынып жолда тәж жатса. Айналайын ағайын, осы күніңе шүкірде, 70 жылдай онсыз да қор болмап бең, таз басқа. Ай, бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын. Айтыстың шымылдығын түріп, айтысты бастау оңай емес. Екі ақын қапталдасып шапқан тұлпардай жақсы айтыс болды деп ойлаймын. Құрметті ағайын, алғашқы жұп ақындарымыздың ұпайын берейік. Қазылар алқасы айтысты бастаған Мейірбек Сұлтанханның ұпайын беріңіздер. 10, Бауыржан. 10. Мейірбекпен айтысқан Аспанбектің ұпайын беріңіздер. 10, Төл 10 екеуі де.